Сыр жұлдыздары арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Алдар Көсенің сиқырлы тоны ертегісін айтатын боламын. Мұндай сақылдаған сары аязда тоңбаса, түлкі тоны немесе қасқыр ішігі бар адамның ғана тоңбауы мүмкін. Ал Алдар Көсе жарықтық шұрық тесік жаман тонмен күн сайын үсіп өле жаздайтын. Бірде ол жапан далада жортып келе жатып, сұмдық тоңды. Аяқ қолының жаны кетіп, бет аузы бозарып, бас сұғар жылы үйді армандайды. Суылдаған суық жел, үлдеген үскірік құлағының ұшын аямай, шымшып жанын шығарып барады. Жақын арада түтін түтеткен ешқандай ауыл көрінбейді. Қанша тебіреніп, қамшысын қанша сілтегенмен Алдардың арық аты жүріп жортпайды. Басын бір шұлғып қойып, жай ғана етендейді де отырады. Жаманат жолдың соры, әлі біраз жүретін шығарым. Иттің үргені де естілмейді. Қақаған далада қатып өлмесем жарар еді, деп ішіне сөйлеп келеді. Кенеттен алдарынан бір аттылы көрінбесі бар ма? Атының желісіне қарап, иесінің бай адам екенін біле қойды. Буы бұрқырап, ысылап келе жатқан адамдай омырауын ашып тастап, әндете бастады. Жолаушылар жолығып, аман саулық сұрасты. Бай үстіндегі түлкішектің өзінен тоңып, бүрсең-бүрсе кетеді. Ал Алдар Көсе бөркін бір шекесіне қарай қисайта қойып, күн шуақта жылынып отырған адамдай көңілді сөйлейді. Сен немене, тоңған жоқсың ба? Дейді бай. Ей, тоңсаң, сен өзің тоңған шығарсың. Менің тонымды киген кісі үнемі қызғыз қайнап жүреді, дейді Алдар Көсе. Мүмкін емес, дейді бай. Немене, көрмей тұрсың ба? Көрмейтін несі бар? Көріп тұрмын. Шұрық тесік. Мәселе сонда. Сол шұрық тесікте бір тесіктен кірген жел лып етіп екінші тесіктен шығып кетеді. Ал жылу өзімде қалады. Қайткенде де мен мұның тонын алып қалайын, деп ойлайды бай. Шіркін, мынаның ішігін қолыма бір түсірсем, деп армандайды Алдар Көсе. Ішігіңді маған сатсаңшы? Сатпайым. Мен онсыз үсіп өлемін ғой. Үсіп өлмейсің, оның орнына мен саған өз ішігімді берем. Ол да сондай жылы. Алдар Көсе оның ұсынысын құлағына да ілмеген кісідей байға жоғарыдан қарайды. Бірақ екі көзі байдың түлкішегінде. Ішігімді де берейін, үстіне ақша да қосайын, деп қызықтырады бай. Маған ақшаның қажеті жоқ. Ақша орнына атыңды берсең, ойланып көрер едім. Қуанғаннан бай бірден келісе кетеді. Ішігін шешіп, астындағы атын түсіп береді. Алдар Көсе байдың ішігін киіп, байдың жүйрігіне мініп, ысқырған желмен жарыса жөнеледі. Енді Алдар Көсеге бір ауылдан бір ауылға барып тұру онша қиын емес. Астында ұшқыр ат, иығында жылы ішік, кез келген үйде одан. Мына керемет түлкішікпен жүйрік атты қайдан алдың? Деп сұрайды. 77 жыртығы, 78 жамауы бар тонға айырбастап алдым. Жаман тонға жақсы ішігін, қыршаңқы атқа құстай ұшқан жүйрігін айырбастаған ақымақ бай туралы әңгімені естіп, ел мәз болады. Күлкі сәл саябыр тартқан сәтте Алдар Көсе жолдың алыс жақынын жортқан білет, дәмнің ащы тұщысын тартқан білет, дейді. Жас дос, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Сыр жұлдыздары арнасы әрдайым сіздермен бірге.